Елорда іргесіндегі бұл кәсіпорында озық үлгідегі тепловизор мен тас қараңғы түнде көруге арналған оптикалық дүрбілер құрастырылады. Жоғары технологиялық өнімге зияны тимес үшін мамандар өз денесіндегі энергияны да бақылауда ұстайды. Ерекше сезімтал электронды платаға арнайы білезік тақпаған адамның саусағының ұшы да тимеуі тиіс. Это как бы мозг его. Алдымен электронды карта арнайы жабдыққа салынып, паста жағылады. Соның арқасында платаға қосалқы бөлшектер орнатылып бекітіледі. Мамандар бір платаны әзірлеуге 2 апта, ал тепловизорды толық құрастыруға тағы 1 апта жұмсайтынын айтты. Осыдан соң әскери тәртіпке сай өнім әлденеше мәрте тексеріледі. Наши приборы стоят под водой, метр под водой 30 минут. Это военный стандарт. И для того, чтобы военный может под водой спрятаться с прибором вместе. Бұдан бөлек әскерге арналған жарақтар жоғары қысым мен ауа райының күрт құбылуына шыдап беруі тиіс. Ылғал мен діріл, тіпті құлатып тексеру сынағы бар. Қаз-қатар тізілген мына өнімдер осындай сынақтарда сыр бермеген. Қазақстанда жасалған өнімнің қуаты көздеген нысананы 4-6 есе жақындатып көрсете алады. Ана бірі А230, O2 екі көз киетін. Оны ала жаса биыл шығарамыз. Оны бастаймыз, биыл шығаруды бастаймыз осы. Айырмашылығы осы екеуінің несі, линзасы үлкен, көрпісі линзасы кішкентай, жеңіл, біраз ауыр, екі көзге алады. Зауытта 90 маман еңбек етеді. Басым бөлігі шетте техникалық мамандықтарды меңгеріп қайтқан қазақ жастары. Өндірістегі отандық үлесті 2018 жылы 67%-ға жеткізу көзделіп отыр.